Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дайындалу өте оңай, әрі дәл осындай жұмсақ, нәзік, әрі өте дәмді болып шығатын шабдалы қосылған пирогтың рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп қойыңыз, видеоға лайк басып қойыңыз. Алдағы уақытта сіздерді әртүрлі рецепттермен қуантатын боламын. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалайық. Ең алдымен бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары майға 140 грамм майға 150 грамм қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен араластырсаңыз да болады, немесе миксердің көмегімен араластырсаңыз да болады. Енді осының үстіне 3 жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне 50 мл сүтімізді құямыз, тағы да біріктіріп шамалы араластырып аламыз, және де 150 грамм ұнға 7 грамм қамыр қопсытқышты салып, бірінші екеуін шамалы араластырып аламыз, және де осыны біздің сұйықтықтың үстіне салып, жақсылап түйіршіксіз біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді пирог пісіретін ыдысымыздың астына шамалы ғана сары майды алып, жақсылап жан-жағына, түбіне жақсылап жағып шығамыз. Осыған енді біздің қамырымызды құйып, тегістеп, біркелкі етіп жайып шығамыз. Қамырымызды құйып алдық. Енді осының үстіне салатын біздің шабдалымызды дайындаймыз. Мен осындай консервадағы шабдалыны қолдандым. Бұл жерде балғын жемісті де қолдансаңыз болады. Шабдалының орнына өрік пайдалансаңыз да өте дәмді болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 6 бөлік, яғни бұл 3 шабдалы. Енді осының әрбір бөлігін дәл осылай 4-ке бөліп аламыз. Немесе 2-ге бөліп те салсаңыз болады, немесе ұсақтап турап қоссаңыз да болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Дәл осылай біздің жемісімізді кесіп турап алғаннан кейін, ары қарай осы қамырдың үстіне өз қалауыңыз бойынша орналастырып шығыңыз. Жемістерді қойғанда үстінен басудың қажеті жоқ, өйткені ол қазір піскен кезде өзі астына түсетін болады. Енді осы пирогымызды алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут пісіреміз. Дәл осылай қып-қызыл болып піседі. Осы қалпында қойып толығымен суытамыз. Суығаннан кейін барып, біздің толығымен суыған пирогтың үстін қалауыңыз бойынша әдемілесеңіз болады. Дәл осылай қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз да өте әдемі, өте дәмді болады. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, дайындалу өте оңай. Пирогыңыз өте дәмді, жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Дәл осы пирогты бір шай ішкеннен тауысып қоюға болады. Себебі ортасына қосылған шабдалымен бірге дәмі енді сөз жоқ, өте дәмді болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, рецепт ұнаса, лайк басып, комментарийға келесі жолы қандай рецепт түсірейін жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.